Ал енді мына аюды бидон қақпанынан құтқару бейне таспасын тамашалаймыз. Бір жағынан осындай кезде тақырыбымызға сай күрмек байлау осындай кезде керек болатын айтып кетпекшіміз да. Міне қазір аяғына дейін қарайық. Мынау бірнеше адам жабылып аюдың басын босатуда. Мынау ненің бөшкенің ішіне басын кіргізіп апты. Бірақ байқасаң, мына арқанын байқау керек та. Аяқ жағында мойнында арқаны қалып кетеді. Оған кіммен жақындайды? Егер осындай жағдайда жаңағы біздің күрмек байлауымыз болса, сол кезде екінші үшін жаңағы мынау бөшкені шығара салған кезде сол кезде екінші үшін тартып күрмек арқанымызды босатып жіберуге әбден содай мүмкіншілік болатын еді.